Қостанайда 27 мың вольттық электр тоғына түскен жасөспірімнің беті бері қарады. Ер бала 43 күн бойы жансақтау бөлімінде жатып, жақында жеке палатаға шығарылды. Дәрігерлердің сөзінше мұндай жарақаттарда аман қалу мүмкіндігі өте төмен. Әлемдік және республикалық статистикаға сәйкес зақым алған балалардың шамамен 90%-ы алғашқы аптада көз жұмады екен. Аты жөнімен бет-жүзін көрсетпеуді өтінген жасөспірім 25 маусым күні достарымен бірге теміржол вагонының төбесінде суретке түспек болған. Жүк пойызының үстіне шыққанда тоқ соққан, салдарынан денесінің 60%-ын күйік шалып, 1,5 айдан астам уақыт жансақтау бөлімінде жатқан. Бүгінде жеке палатаға ауыстырылыпты. Қазір оның жанында әжесі бар. Шли, увидели локомотив поезда. Жолда келе жаттық. Локомотивті көріп, суретке түсу туралы ой келді. Досым екеуміз вагонның төбесіне шықтық. Мен отырып бір суретке түсіп үлгердім. Кейін досымның айтуынша, мен орнымнан тұрған кезде электр тоғы соққан. Содан кейін жерге құлаппын. Досым жедел жәрдем шақырған. Врачам, медсестрам. Дәрігерлерге, медбикелерге, осында жұмыс істейтін барша қызметкерге алғысым шексіз. Барлығына бас ием. Егер дәрігерлер мен немереме күтім жасаған медбикелер болмағанда, ол тірі қалмас еді. Мұндай жағдайдан аман қалу өте сирек кездеседі. Ақ халаттылардың сөзінше жасөспірім өте ауыр жағдайда жеткізілген. Терісінің зақымданған бөлшектерін қалпына келтіру және тері ауыстырып салу бойынша 18 рет ота жасалыпты. Мало того, что это очень... Бала терең күйік алған, сонымен қатар қан тобының 4-ші теріс екені анықталды. Өте ауыр кезеңнен өтті. Ең бастысы аман қалды. Қатты зақымданған қол аяқтарын кесуге жол бермедік. Қолдан келгенше бәрін жасадық. Дәрігерлер ем тағы 2-3 аптаға созылуы мүмкін дейді. Ал жасөспірім болашағын медицина саласымен байланыстырып, ақ халатты абзалжан атанғысы келеді екен. Диана Тұрлыбек, Елисея Томашевская, Алматы телеарнасы.